Үшінші бөлім. Көлеңкедегі әйел. Айна мен Ерболдың махаббаты даланың жазындай ыстық әрі әдемі еді. Олардың қарым-қатынасы жоба барысында одан әрі нығайды. Айнаның көрме залына арнап жасаған кілем дизайны Ерболдың компания басшылығының жоғары бағасына ие болды. Соған орай оның атағы да артты. Олар Астананың шуынан тыныштық тауып, бірге өткізген әр сәттің тәттілігін тамашалады. Ербол Айнаны өзінің жеке панасына, қала сыртындағы шағын ат қорасына апарды. Ол жерде демалып ойланатын. Ол оған атқа отыруды үйретті. Екеуі ешкім жоқ жазықта шауып, өздерін ең таза қазақ өміріне оралғандай сезінді. Алайда тәтті сәттер көпке созылмады. Жоба ілгерілеген сайын, Ербол өзінің іскерлік серіктесі Айсұлумен жиі кездесуге мәжбүр болды. Айсұлу ақылды, өте әдемі және бойшаң әйел. Ол жаңа жібек жолы жобасындағы негізгі инвестициялар мен сыртқы байланыстарға жауапты. Ол мен Ербол жұрт алдында үнемі іскерлік әлемнің тамаша жұбы болып көрінетін. Айсұлу Ерболдың өміріне жиі араласып, оған жақындау үшін барлық мүмкіндікті пайдаланды. Ол әдейі екеуі ғана қатысатын кешкі ас пен кездесулер ұйымдастырып, әлеуметтік желілерде түсініксіз, жаңылыстыратын суреттерді жариялады. Мысалы, оның Ерболдың кеңсесінде тұрғаны, немесе екеуінің қатар тұрған суреттеріне «Болашағымыз үшін жұмыс істеп жатырмыз», немесе «Біз ғана білетін түсіністік» сияқты екі-үшті сөздер жазды. Айна бастапқыда бұған мән бермеді. Ол Ерболға сенді. Бірақ сыртқы қауесеттер мен достарының жанашырлықпен берген ескертулері оны мазалай бастады. Ол Ерболдың хабарламаларға жауап беру уақыты ұзарып, оның жүзінде жиі шаршаңқылық пен айтылмайтын бір мұңның ізі байқалатынын сезді. Бір күні кешке Ербол Айнаға маңызды инвестициялық саммитке қатысу үшін Айсұлумен бірге Дубайға 3 күнге ұшуы керек екенін айтты. Айна көңілі түссе де, түсіністікпен қарады. Ербол кеткеннің ертесінде Айна көшеде кездейсоқ Ерболдың алыс туысымен кездесіп қалды. Бұл туысы ашық жарқын әйел еді. Ол Айнаны тоқтатып, оған жанашырлықпен: «Құлыным, сенің Ерболмен араңдағыны білеміз. Бірақ сол Айсұлудан сақ бол. Ол біздің әулетпен қарапайым қарым-қатынаста емес. Естуімше, оның Ерболмен құпия неке келісімі бар екен. Кек әлі жарияламаған. Олардың үлкендері екеуінің күш біріктіруін күтіп отырған көрінеді», деді. Бұл сөз Айнаның жүрегіне қатты қадалды. Неке келісімі? Ербол бұл туралы ешқашан айтқан емес. Оның ақ көңіл жүрегі дірілдеп, қызғаныш пен күмәннің тұқымы себілді. Сол түні Айна ұйықтай алмады. Ол телефонын ашып, әдеттегідей жаңалықтарды қарады. Сол кезде таңғалдыратын тақырыпқа көзі түсті. Жаңа жібек жолы жобасының 2 негізгі тұлғасы Дубайда бірге. Ербол мен Айсұлудың махаббаты жариялана ма? Жаңалық суреттерінде Ербол мен Айсұлу сәнді кешкі көйлектер киіп, яхтаның палубасында тұр. Айсұлудың қолы Ерболдың қолын табиғи түрде ұстап тұр. Екеуі камераға қарап күліп тұр. Олар мінсіз жұп сияқты көрінді. Айнаның қолы дірілдеді. Суреттегі Ербол оның бұрын соңды көрмеген бейнесі еді. Ол өзіне қарағандағы мейірімді, аңғал күйінен мүлде басқаша. Барлығы қолында тұрғандай сенімді және еркін көрінді. Оның жүрегіндегі сенім қамалы жарыла бастады. Ол оған сену керек деп өзін сендірді. Бірақ көз алдындағы дәлелдер оның жанын ауыртты. Осы бөлімнің интригасы Айсұлудың таратқан неке келісімі мен жақын суреттері шындық па? Ерболдың Айнадан жасырған сыры оны қорғау ма? Әлде шынымен де оған опасыздық жасағаны ма?